Димаш Құдайберген деген алаяқ өтірік екі жүзді сатқын халық жауының әкесі және Димаш Құдайберген мені барып сотқа беріпті, оңбағандар. Әлемге танымал Димаш Құдайбергенді осы бір оңбаған малғұн блогер тағы да әлі де тіпті қорлауын қояр емес. Тіпті сотқа берсе де әлі сумаң-сумаң етіп жатыр. Қазақтың намысқой жігіттері қайтамыз. Мына бір блогерсымақтың тісін сындырып қолына беретін қандай жігіттер бар екен. Алаяқтар десе, олардың былай айтқан кезде ешқандай да бір духы жоқ, бір енегі жоқ біреу болды. Бұл сорлар ше маған тікелей звондап хабарласып жекеме шығып менімен сөйлессе, мен жаңағы видеоны алып тастауым мүмкін еді. Бірақ Мына сорлыны жаттап алыңыздар. Осы басында мейір жоқты соттамақ түгілі үшін өмір бойына түрмеге қамап тастауға да разы болар едім. ойланып көретін едім. Олар мен сөйлесу керек еді менімен. Олар менімен сөйлескен жоқ, менімен келісімге келген жоқ. Потому что олар қорқақ. Олар дегенің духы жоқ қыздар. Олар мамалар қыз қылып туған екеуінде. Әкесі де, шешесінде, мамасы, баласында бәрін. Себебі олар барып мені Берікті, Димаш және Димаштың әкесі барып сотқа берген. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Ол жігіттікке жатпайтын нәрсе. Жігіттікке жатпайтын нәрсе. Себебі Димаш Құдайберген ол қыз, ол былай айтқан кезде ол сол үшін үйленбей жүрген сияқты менің ойымша ше. Ол Тоқаевтың құлы. Қазақты әлемге танытқан Димаштай әншімізді, алтын адамды қорлауға ешкімнің қақысы жоқ. Тіпті блогер болмақ түгіл басқа болса да. Сондықтан да осы нәрсені заңға емес, қазақтың намысқой жігіттері болса, осы бір блогер сымақтың көзін құртып, парақшасын блоктап тастайық ағайындар.